Тобылдағы 140 гимназияның информатика пәні мұғалімі Балтабаева Альбина Мылсовна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы робототехника тарихы және перспективалары. Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын трендті қайталау тәсілімен сергіту сәтінен бастадық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін кино әлеміне саяхат әдісімен сабағымыздың тақырыбын анықтадық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтап қойып, кино әлеміне саяхат деп. Қазір мен сендерге бір видео қоямын, осы кинолардың видеоларын. Соған қарап, сендер бүгінгі өтетін тақырыптың анықтайтын боласыңдар. Жарай ма? Бүгін біздегі тақырыбымыз робототехника тарихы және перспективалары. Енді жалпы робототехника дегенді қалай түсінеміз балалар? Кім айтады? Робототехника адамдардың өз қимылын автоматты түрде алмастырады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы робототехника саласына мысалдар келтіретін боламыз. Және де робототехниканың адам үшін пайдасын анықтайтын боламыз. Тақырыпты түсіндіру барысында робототехника тақырыбы бойынша арнайы видеоролик қойылды. Робототехника тарихы бойынша біз сендерге қазір видео қосамын. Біздің дәуірімізден 350 жыл бұрын алғашқы механикалық көгершін пайда болды. Оны ежелгі грек математика Архимед құрастырып, механиканың одан әрі дамуына үлес қосты. Ал адам тәріздес робот 1770 жылы алғашқы механикалық адам кішкентай бала бейнесінде жасалды. Механикалық робот бала үстел басында орындыққа отырып, параққа әртүрлі сөзді жазалатын болған. Сонымен бірге ол адам сияқты сөздерді үзіліспен жаза отырып, сия құтысына қаламды мұқият батырып, хаттың мәтінін түсініп отырғандай басын шайқап қойып жазады. Жазуды аяқтағаннан кейін бала сияны келтіру үшін параққа құм себеді. Содан кейін оны сілкейді. Бұл робот баланы жасаған француз сағат жасаушысы Пьер Жаке Дро. Кейінірек оның ұлы Анри Дро әкесінің жұмысын жалғастырады. Ол механизмді андроидтар деп атады. Бұл сол заманның тамаша жетістігі болып саналды. Толығымен автономды роботтар 20 ғасырдың екінші жартысында ғана пайда болды. Ең бірінші цифрлы басқаруы бар программаланған робот Юними болған. Ол балқыту машинасынан ыстық темір бөлшектерді алып жинайтын робот болған. 20 ғасырға дейін фантастика деп саналған барлық қиялдар орындалып, адам қашықтыққа қарамай ақпарат алуды, жіберуді, жаяу жүрмеуді, аспанда ұшуды, тағы басқаларды үйрене бастады. Осылай технологиялық жетістіктер жылдан жылға арта берді. Робот пен техниканың байланысы артып, бөлек бір сала ғылымға айналды. Робототехника автоматтандырылған техникалық жүйелерді және олардың жетістігін зерттейтін қолданбалы ғылым. Робототехника, электроника, механика, информатика, радиотехника және электротехника салаларына сүйенеді. Бүгінгі таңда робототехника тез дамып келе жатқан үлкен сала және жылдан жылға бізді таңғалдыруда. Әсіресе коммерциялық және өнеркәсіптік роботтар кеңінен тараған. Роботтар құрастыру, жинақтау, жеткізу, жердегі және ғарыштағы зерттеулер үшін медициналық оталар, зертханалық жұмыстар, қауіпсіздік, тағы басқа үшін кеңінен қолданылады. Ол роботтардың кейбірі адам үшін лас, қауіпті және ауыр жұмысты мұқият орындайды.
Робототехника жаңа бізде видеода көрсетілгендей робототехника туралы айтып өтті, иә? Робототехниканың жалпы тарихы бойынша айтып өтті. Негізгі робототехникада ең алғашқы робот 1770 жылы пайда болған. Адам тәріздес робот пайда болған. Енді бізде робототехника қалай пайда болды? Робототехника ол робот және техника деген сөзден құралады. Мектебімізде арнайы робототехника кабинеті орналасқан. Ол жерде біз әртүрлі роботтарды құрастырдық. Осы құрастырма роботтарды көрсетейін. Бүгінгі сабаққа байланысты арнайы тапсырмаларды орындадық. Сендерге тапсырма берілетін болады. Оны дәптерге орындаймыз. Бірінші тапсырма бізде ойлантар деген әдіс. Яғни роботтардың даму тарихын жазып шығасыңдар. Бірінші тур, екінші тур, үшінші тур. Дәптерімізге қазір тез орындай қояйық. Бірінші тапсырма ойлантар әдісі арқылы робототехниканың даму тарихын анықтадық. Жеке жұмыс әдісімен тақтада көрсетілген арнайы сұрақ-жауаптарға байланысты мысалдар келтірдік. Енді балалар, бізде екінші тапсырма бұл жеке жұмыс деп аталады. Әрқайсымыз қазір компьютерге тұрамыз да, бүгінгі таңдағы робототехника саласы бойынша мысалдар келтіретін боласыздар. Пазл әдісі бойынша оқушылар топтасып жылдамдықта роботты құрастырды.
шашады. Апай, мен айтайын. Айта. Адамдар шаршайды, ал роботтар шаршамайды. Сабақты қорытындылай келе, бүгінгі сабаққа байланысты арнайы QR кодпен оқушылар кері байланыс жасады. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта кері байланыс жасайық. Қазір бәріміз ұялы телефонымызды алып, мына QR кодты түсіріп, сол жердегі сұраққа жауап берейік. Бүгінгі сабақ сендерге қалай өтті?